Армысыздар, қазақ елі. Бұрынғы Руханият партиясының төрағасы болған, қазіргі таңда Түркияда тұрып жатқан, Ұлыбританияның азаматтығын алған Серікжан Мәмбеталин мәлімдеме жасады. Оның айтуы бойынша, Дариға Назарбаеваның ұлы, Нұрсұлтан Назарбаевтың жиен немересі, баршамыз марқұм болды деген Айсұлтан Назарбаев өлмеген тірі. Яғни Серікжан Мәмбеталин осындай мәлімдеме жасады. Оның сөзінше, Айсұлтан Назарбаев қайтыс болды, қаза болды деген гайд-паркте сол Айсұлтан Назарбаевтың құлап жатқан видеосы, суреттері ешқандай жерде әлеуметтік желілерде жоқ. Соған қарағанда Айсұлтан Назарбаев тірі болуы мүмкін деген өзінің болжамын айтты. Енді Айсұлтан Назарбаевты баршаңыз жақсы білесіздер. Ол Назарбаевтар әулетінің көптеген былықтарын осы ақпарат құралдарына шығарған, халықтың Назарбаевтардың жасап жатқан іс-әрекетін, олардың заңсыз жинап жатқан байлықтарынан қалай жинап жатыр, барлығынан хабардар етуіне Айсұлтанның қосқан еңбегі зор деп айтуға болады. Себебі ол өзінің жаңағы шешесі Дариға Назарбаеваға да қатысты, одан кейін жездесі Тимур Құлбаевпен